Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. 7-8 ғасыр әдебиеті. Әлемдік өркениет тарихынан ойып орын алатын адамзат мәдениетінің аса құнды мұраларының бірі көне түркі жазба ескерткіштері. Бүгінде әрқайсысы өз алдына іргелі ел болып, дүние жүзіндегі адамзаттық қауымдастықтың қомақты аумағын құрап, өркен жайып отырған түркі тектес халықтарының түрік, Әзербайжан, түркмен, өзбек, қырғыз, татар, сібір түркілері, алтайлықтар, саха, қахас, тағы басқа ортақ мұрасы болып табылатын бұл ұлы жәдігерліктер біздің дәстүрлі үзілмеген 1000 жылдық жазба мәдениетіміздің айнымас куәсі. Тарихымыздың терең тамырлары кезінде тасқа қашалып, теріге бедерленіп, киізге өрнектелген бұл ескерткіштерге ата-бабаларымыздың ертедегі білім-білігінің, ежелгі дүниетанымының қилы кезеңдердегі ел үшін, жер үшін, еркіндік пен тәуелсіздік үшін жүргізген күресінің ерлік шежіресі сақталған. Тасқа қашалған көне жәдігерліктердің ішінде бізге жеткендерінің ең ірілері білге қағанға, күлтегінге, тоны көкке қойылған құлпытастардағы жазулар. Біз солардың ішінен қазіргі Моңғолия жеріндегі Орхон өзенінің бойында тұрған күлтегін құлпытасындағы жыр дастаннан үзінді беріп отырмыз. Бұл ескерткіштің айна қатесіз көшірмесі Астанадағы Гумилов атындағы Еуразия университетіне 2001 жылы әкелініп қойылған. Әрине, арамызда мыңдаған жылдар бөліп тұрған бұл көне мұраны бүгінгі жырдастан ұғымында қабылдау қиын, бірақ түркі танушы ғалымдар оларды жеке көне түркі жырының үлгісі деп таниды. Тасқа қашалған жазуда 7 жасында жетім қалып, 16 жасында ат жалын тартып мініп, түркі елінің бақыты үшін бар жоғы 47 жасында опат болған күлтегін батырдың ерлігі мен еліне сіңірген еңбегі тарихи, нақты, шынайы суреттелген. Жоқтау жырды батырдың ағасы білге қаған Иолық тегін жырауға шығартып, батырдың басына қойылған құлпытасқа қашатқан. Тарихи шығарманы бүгінгі нұсқада жырлаған қазақтың белгілі ақыны Қадыр Мырза Әли.